Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бекенова Бақытгүл Маликовна. Мейірімді жүрекпен, ақ бейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағын ребусты шешумен бастайық. Қане, балалар, ребусты шешіп алайық. Ребустың шешімі табиғат апаты. Өте жақсы, жарайсыңдар, рахмет. Яғни біздің ребусымыздың шешуі табиғат апаты. Қандай табиғат апатын білесіңдер? Жауап бере қойшы. Су тасқыны. Жақсы. Абылайхан. Су тасқыны. Ұлағат жауап береміз. Тігімсіз. Өте жақсы, рахмет. Тағы да өрт қаупі бар, я? Жер сілкінісі, су тасқыны, өрт қаупі. Жер сілкінісі, өрт қаупі, су тасқыны. Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрт туралы. Өрттің қаупі, өрттен құтқарушы иттер. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға толық жауап беру, кестенің екі бағанын дұрыс толтыру, бейне жазбаны көру, ереже құрастырып жазу. Оттың адам өмірінде алатын пайдасы мен зияны қандай? Осы жердегі кестені екі бағанын толтырып шығамыз. Уақыт кетті. Ардана, жауап бере ғой, қандай пайдасы бар? Отпен үй жылытасың. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Алдияр. Оттың пайдасы үйді жылытамыз, отпен ас дайындаймыз. Өте жақсы, рахмет. Алихан, оттың зиянын айта ғой. Оттың зияны адам күйіп кетуі мүмкін. Рахмет, өте жақсы. Ұлағат, оттың зиянын айта ғой. Адамды күйдіріп өлтіреді. Өте жақсы, рахмет. Олай болса, енді біз жазғанымызды тексерейік. Тыңдаймыз, оттың пайдасы. От өмірімізге қуат беріп бойымызды жылытады. Отсыз тіршілік жоқ. От жағылмаса тамағымыз да піспейді, үйіміз де жылымайды. Отсыз тоңып, жаураған адам ешқандай еңбекте істей алмайды. Ал зияны от өте қауіпті. Ол тілсіз жау. Жақсы балалар, олай болса, бес саусақ әдісі арқылы осы тапсырманы толық орындағандарың суреттегі бас бармақтарыңды бояңдар. Өте жақсы, рахмет балалар. Екінші тапсырмамыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап береміз. Өрттен құтқарушы иттер. Өрт болғанда жас балалардың үй ішінде қалып қоюы жиі кездеседі. Өйткені олар қорыққаннан тығылып қалады да үнсіз жатады. Ал түтін оларды анықтап көруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан осындай жағдайларда пайдалану үшін Лондонда иттерді үйрете бастаған. Ондай иттер өрт сөндірушілер мен үнемі бірге болады. Үйден өрт шыға қалғанда өрт сөндірушілер итті балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен алып аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенеді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақтар арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп, көрінбей кетті. 5 минуттан соң ол көйлегін тістеп, қызды көтеріп, үйден жүгіріп шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғаннан көз жасын төгіп құшақтай алды. Өрт сөндірушілер итті сылап, сипап, жарақаттанған жері жоқ екен деп қарай бастады. Бірақ Боб қайтадан үйге қарай ұмтыла берді. Өрт сөндірушілер үйде тағы бір тірі жан болуы мүмкін деп ойлады да оны жіберді. Ит үйге жүгіріп кірді де аздан соң тісіне тістеп алған бір нәрсені көтеріп қайта шықты.
Жұрт оның алып шыққан затын анықтап көргенде бәрі де күлді. Оның алып шыққаны үлкен қуыршақ екен. Бұл мәтініміздің авторы орыс жазушысы Лев Толстой, аударған Сейітжан Омаров. Балалар, мәтін сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сейітжан Омаров. Түсінікті ма? Жақсы, рахмет. Олай болса, Иә. мәтін соңында берілген сұрақтарға жауап берейік. Әңгімеде қандай оқиға сөз болды, балалар? Айзада жауап бере ғой. туралы болды. Иә, жақсы. Ардана. Құтқарушы Боб туралы болды. Өте жақсы. Рахмет. Балалар, мәтіндегі Боб итінің атын басқаша қалай қоюға болады? Рахмет. Мәтін түсінікті болса, балалар, 5 саусақ әдісіндегі екінші саусақты, сұқ саусақты бояймыз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Келесі, мына бейне жазбаны көріңдер. Ал балалар, бейне жазбаны көреміз. Осы бейне жазбадағы керекті мәліметтерді түртіп аламыз. Сәлем, менің атым Жайық. Бұл менің інім Мұрат. Біз үйде өзіміз жалғыз қалдық. Мұрат көп жүгіреді, және оған бәрі қызық. Мұрат газ плитасының қалай жұмыс істейтінін, газды қалай қосу керек екенін көруге жүгірді. Сіріңке тапты. Мен одан сіріңкені алып алдым. Себебі анам бізге кетіп бара жатқанда электр құралдарын ересектерсіз қоспа. Электр аспаптары мен сымдарды дымқыл қолмен ұстама. Розеткамен ойнама. Газ плитасына жақындама. Сіріңкемен ойнама деп айтқан. Егер сен отты көрсең, дереу ересектерге қоңырау шал. Рахмет. Олай болса, өртті болдырмау және өрттен сақтану шаралары туралы ереже құрастырамыз. Уақыттарың кетті, балалар. Жақсы, өртті болдырмау шаралары. Інжу, оқи ғой. Электр тоғымен жұмыс істеуге болмайды. Жақсы, рахмет. Алихан. Телефон қуаттағышты өшіріп кету, газды өшіру. Жақсы, рахмет. Айзада. Өртті болдырмау шаралары. Өртті болдырмау үшін үйден кетер алдында свет өшіру керек. Өшіру керек. Жақсы, рахмет. Ұлағат, өрттен сақтану шаралары туралы. Өрттен сақтану үшін сіріңкемен ойнамау. Ұйықтар алдында сотканы энергия алғыштан суырып қою керек. Өте жақсы, рахмет. Олай болса, өзіміздің жазған ережемізді тексеріп көрейік. Өртті болдырмау шаралары. Электрлі жылыту құрылғыларын қосылған күйде қалдырмаңыз, сіріңкені ұстауға болмайды. Өрттен сақтану шаралары. Өртті сөндіруге арнайы заттарды даярлап қойған жөн. Оларға құм, су, күрек, киіз қажет. Өрт жаңадан басталғанда сумен немесе құм сеуіп өшіреді. Тіпті одан да өршіген жағдайда 101 телефонына хабарлас. Енді 5 саусақ әдісіміз бойынша осы тапсырманы толық орындасақ, ортаңғы саусағымызды бояймыз. Бояп болдым. Өте жақсы, рахмет. Ал балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болса, өте жақсы түсінсеңдер, қызықты болса, білім гүлінің көк түсін таңдайсыңдар. Сабақ жақсы түсінікті болса, сары түсін таңдайсыңдар. Тақырып бойынша әлі де ізденуің керек болса, қызыл түсін таңдайсыңдар. Ұлағат, қай түсті таңдадың? Жасыл түсті. Рахмет. Алихан. Мен көк. Інжу. Көк түсті. Айзада. Көк түсті. Жақсы. Барлығымыз көк түсті таңдадық деп ойлаймыз, е? Рахмет сендерге, балалар.